Ассаламу алейкум Қарақалпақстан халқы. Ақыр соңында видео жазу арқылы сіздерге мұражат етуге қарар еттім. Хабарыңыз бар, көріп отырсыз, каналда көріп отырған болсаңыз керек. Конституцияға өзгеріс кіртілу бойынша алып шығылған ұсыныс һәм әмелдегі істеп тұрған конституцияның статьяларында Қарақалпақстан еркіндігі хақында не делінгені хақында һәммеңізге сол мағлұматларды толық жеткердім. Ал Қарақалпақша түсінбей тұрған аудиторияға өзбекше істеп беру ниетім бар, бірақ бірінші кезекте орысша жазып, оны мақаланы сайттың өзінде жайластырдым. Енді бір ұсынысым менің, бұл әмелге асама аспай ма білмеймін. Ертең 5 июль күні жаңа конституцияға өзгеріс кіргізу бойынша пікірлерді қабылдау мүддеті өз жұмағына жетеді. Енді менің қорқып тұрған нәрсем, егер біздер сонша адамлар қазір қарсы болып, сол One ID арқылы тізімнен өтіп, содан тізімнен өте алмай, әйтеуір почта арқылы басқа да ләжі бар ұсыныстар, телефон номерлерге қоңырау ету арқылы өзінің қарсылықтарын білдіріп жатырды. Бірақ соған қарамай, егер бұл конституция ұсынылып отырған конституция қабыл етіліп кететін болса, сол Қарақалпақстан Республикасының суверенитеттілігі жоқлығы, өзінің шекарасын өзі белгілеу, өзінің ішінде қарарларды қабыл ету деген статья алып тасталатын болса, алып тасталып қабыл етілетін болса, мен Қарақалпақ халқына бір ұсынысым бар. Ол да болса, яғни конституцияға өзгеріс қабыл ету, пікірлерді жинау мүддеті таусылғаннан кейін Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесіне барып, сол жоғары кеңесте Қарақалпақ халқының атынан сенім білдіріп сайланған депутатлардың һәммесін Мұрат Камаловтың тікелей өзінің басшылығында отставкаға кетуін талап ету. Егер бұл әлбетте жаңа жойбардағы конституция қабыл етілсе, бірінші кезекте депутатлар һәм жоғары кеңес басшылығының отставкасын талап ету бұл бір. Екінші, Қарақалпақстан Республикасында референдум өткеру арқылы Қарақалпақстан Республикасының Өзбекстанның аймағынан шығып кету бойынша референдумды дауысқа қою. Бұл қаттыға радикальный қарар, дұрыс радикал қарар. Бұндай нәрсеге Қарақалпақ халқы тайын ба, тайын емес пе деген сұрау бар бірінші нәубетте. Бірақ солай болса да, бұл нәрсені істеуге харекет етуге болады. Менің қазір бұл айтып отырған ұсынысым ұлыма конституцияға, конституциялық түзімге, Өзбекстан Республикасының бүтінділігіне де қарсы болуы мүмкін. Бірақ қазіргі жойбарменен алып шығылған һәм Қарақалпақ халқының қалеуінен, сұрауынан келіп шықпастан, жоғары кеңестің айту бойынша халықтың ұсынысы бойынша таярланған конституцияға өзгеріс кірту жойбары, бұл бірінші нәубетте құқық бұзарлықтың ең үлкені болады. Себебі Қарақалпақ халқы деп айтып отырған біздердің құрметлі Зухра Римованың халқы, бұл реал халық екеніне сенбеймін. Бір мысал келтіремін. 2018 жылы мен Өзбекстан либерал партиясында істеп жүрген уақытында, 2018 жылдың уақытында, қазір қараң 4 жыл өтті арадан. Сол уақытта президентке Өзбекстан қаһарманы деген атақты беру бойынша менің фикрім порталына партияға ағза болған адамлардың паспортының атынан ID ашып, яғни логин пароль ашып, сол жаққа мен сол президентімізге Өзбекстан қаһарманы сыйлығын беру ұсынысын білдіремен, қолап қуатлайман, соның ниеттері бар деген махинациялық пікір ұсыныстар жіберген. Бұл сол уақытта болған, 2018-де болған нәрсе. Енді қазір құрметлі Зухра Римованың айтып отырған Қарақалпақ халқының пікір ұсыныстары делінген жерге мен ұлыма сенбеймін. Себебі 2018 жылда біреудің паспортының атынан сондай пароль ашып, менің пікірім порталына пікір жіберу мүмкіншілігі бар еді. Қазірде бұл нәрсе жоқ болып кетті деп ойламаймын. Халық дегенде кімді назарда тұтады? Халық бұл мен һәм маған ұқсап, қазір осы нәрсеге конституцияға өзгеріс кірту бойынша жойбарға қарсы шығып атырған, міне бұл хақиқи халық. Зухра Римова қайсы халықты назарда тұтып, кімнің, қашан, қай жерде, қандай мұражатын қабыл етіп бұл өзгерістерді тек Зухра Римова емес, жоғары кеңестегі құрметлі депутатларымыз һәм Мұрат Камалов
бұл нәрсені алып шыққан мен білмеймін. Егер рас болатұғын болса, ат фамилиясы мен көрсетсін. Сол ат фамилиясы тұрған адамлар анық өздері ма, өздері емес пе екеніне сенім кәміл етсін. Бұл қазір жойбаға кіртілген халық деп айтылған нәрсе, бұл қолда жасалған, компьютерді ойлап табылған халық деп ойлаймын. Хақиқи халық күнде, әр күні конституцияны ашып оқып отырмайды. Хаттекі мен де. Неге дегенде, конституцияның сол дәрежеде өмірімізге сіңіп кеткені 92 жыл қабыл етілген. Біздер сол конституциямызда құқыларымыз белгіленіп бергенін анық білеміз. Әпуай халық кімлер? Қарапайым халық. Қазір Қарақалпақстанның көпшілігі Қазақстанда менет етіп атырды. Қазақстанға кетті, Россияға кетті, жұмыс істеп атырды. Үйбетте қалғалар болса, диқаншылықпен шұғыланып атыр. Біреу жай салып атырды, біреу банкі басып атырды, біреу болса палас жуып атырды. Міне әпуай халық. Міне, сол халық, Қарақалпақ халық сол. Енді адамлар көбісі қарсы шығып атырды, қайқа жазудан білмей атырды, қайқа хабарласудан білмей атырды. Іләжі барынша айтып атырпыз. Сол тікелей қысқа номерге жазың, қоңырау етің, ямаса почта арқылы жіберің, елшіханаларға барың, себебі шетелдегі адамлардың әммесі қарсы шығып атырды. Мен сол халық, реально халық солар. Жоғарыда санап өткенім бұл бірінші отставкасын талап ету жоғары кеңестің депутатлары Мұрат Камаловтың өзінің, себебі Қарақалпақ халқының ерік ықрарына қарсы түрде сондай ұсыныс беріп шыққаны үшін бір. Екіншісі, Қарақалпақстан Республикасының Өзбекстан құрамынан шығу бойынша референдум өткеру. Неге бұндай радикал қарарды, радикал ұсынысты мен беріп атырпын? Себебі осы күнге шейін біз Қарақалпақстан Республикасы Өзбекстан менен тең құқылы принциптер тикарында біргелікте бір мемлекет құрамында жасап келдік. Егер Өзбекстан Республикасын бұл біздердің суверенитетіміз қанатландырмайды екен, президентіміз біздерді суверен республика сипатында басқаруды қаламайды екен, ондай болатұғын болса, мархамат, біз бөлек шығып кетуіміз мүмкін. Я болмаса, екі ұсыныстан тысқары үшінші ұсыныс референдум өткеру жолы арқылы, я бірде ультиматум қою ұсылы арқылы. Ультиматум неден барады болады? Өзбекстан Республикасына ультиматум былай болады. Өзбекстан Республикасының 1992 жыл 8 декабрьде қабыл етілген конституциясындағы 17 бап 70 статьядан басылап 71, 70, 71, 72, 73, 74 һәм 75 статьялары таза қабыл етілетін Өзбекстан Республикасы конституциясында өзгеріссіз қалады. Һәм Қарақалпақстан Республикасына тиесілі болған әрқандай статья, әрқандай сөз, әрқандай низам жойбары Қарақалпақстан халқының қалеуі менен олардың рас, реал пікір ұсыныстарын қабыл ету арқылы әмелге асырылады деген ультиматумды қою. Егер бұл ультиматумға көнбейтұғын болса, Өзбекстан Республикасы қалемейтұғын болса, бұндай нәрселерді істеуді қалемесе, біздердің екінші варианттан басқа іләжіміз қалмайды. Яғни Қарақалпақстан Өзбекстан құрамынан шығу керек. Бұл нәрсеге таярмыз ба, таяр емеспіз ба, мен білмеймін, расы. Бірақ бір нәрсеге сенім кәміл. Егер біздер суверенитетті қолдан беретұғын болсақ, Өзбекстан Қарақалпақстан Республикасының конституцияда белгілеп берілген құқыларын махинациялық жолдарменен қабыл етілген пікір ұсыныстар арқылы өзгертіп жіберетұғын болса, реал дауысы шығып атырған халықтың үнін естікісі келмей, құлағын басып, көзін жауып, ітібарсыз қалдыратұғын болса, біздің содан басқа шарамыз жоқ. Бұл нәрсені мен әмелге асыра аламын ба, асыра алмаймын ба білмеймін, себебі мен қазір бір сағаттан кейін, 2 сағаттан кейін не болатұғын білмеймін. Соның үшін бұл видео запись жазып отырмын. Қалеген статьяменен, қалеген хакімшіліге жынайы жауапкершілікке тартып жіберетұғында мен көзім жетіп тұрып, расын айтсам. Егер Астанам Өзбекстан Республикасы демократиялық республика болатұғын болса, мен сөз еркіндігімнен пайдаланып, пікір білдіру еркіндігімнен пайдаланып әмелге асырып атырған болуы мүмкін, бірақ анық кімдердің дұрыс жолдарын кесіп өтетұғын болсам, маған әрқилы статьялар тайын. Себебі бұндай нәрселерді мен алдын көргенмен, диплом жұмысының көлемінде дело алдын маған ашылған. Сол дело қайттан ашылуы мүмкін. Жауылып ет бұрын, қайттан ашылуы мүмкін. Сол
Құрметті замандастар, мен айтқан пікірді, ұсыныстарды ойлап көресіз деген үміттемін. 5 июль күні Конституция жойбары жұмақланғаннан кейін, қабыл ету жұмақланғаннан кейін көру керек, не нәрсе қабыл етіледі. Қабыл етілсе де біз оны егер қабыл етілген сол Конституция жойбарында Өзбекстан, Қарақалпақстан суверенитеті жоқ қылып тасталынған болса, демек бұл Конституцияны біздер қабыл етпеуіміз керек. Мен қабыл етпеймін. Сонда айтып өте жақпан, сол Конституцияға өзгеріс кіргізу бойынша пікір президент Шавкат Мирзиёев басшылығында басыланды. Сол өзі президентлікке сайланғаннан кейін инаугурация уақытында сол затты айтып еді. Кейін 8 декабрьде де айтты, ұсыныс білдірді 9 тарау бойынша. Бірақ оның айтқан ұсыныстарының ішінде Қарақалпақстан суверенитетін өзгерту, алып тастау деген нәрсе жоқ еді. Менің бір сұрағым Шавкат Миромоновичқа, бұл өзгерісті сіз баслап шықтыңыз ба? Ямаса сізге пақта қойып, көпшік қойған жалпылдақлар алып шықты ма екен? Мен сізге жеке өзім сайлау уақытында дауыс бергенмін президент сипатында. Себебі сіз бірінші мүддетіңізде жақсы жұмыс істедіңіз. Екінші мүддетіңізде де мен сізден көп нәрселерді күттім. Бірақ сіз Өзбекстан Республикасы президенті болып келгеннен кейін Қарақалпақстанның тарихында суверенитетін жоқ қылған президент сипатында қаласыз деп мен ойлаған жоқпын, һәм ойламаймын. Қарақалпақстан Республикасының суверенитеті менен басқаруды егер сіз қаламасаңыз, онда мен сізді президент сипатында көрмеймін. Президент халықтың пікір ұсынысын, дәртін тыңлап жасау керек. Ислам Каримов уақытында айтқандай, Өзбекстанға керек суверенитет, неге Қарақалпақстанға керек емес. Қарақалпақстанның құқыларын тән алып, бұқаралар айтып атырған нәрсеге құлақ салмайтұғын болсаңыз, мен пікір ұсыныс білдірдім, Конституцияға өзгеріс кірту керек дедім, депутатлар ұсынды, өздері қабылдады, өздері маған қол қоюға алдыма әкеп береді деген принциппенен егер сіз қазір кабинетте қолыңызды қауыстырып отырған болсаңыз, маған бұндай президент керек емес. Неге? Неге мен бұндай президентке көлігіп жасауым керек? Не үшін Қарақалпақстанның суверенитеті тәмеленбей тұғын, суверенитеті қалеген уақытта депутатлардың қалеуменен алып тасталатұғын Өзбекстанда Қарақалпақстан бұқарасы болып мен жасауым керек? Не үшін маған бұндай Өзбекстан керек? Не үшін маған бұндай президент керек деген сұрауды қоямын мен. Неге? Еркінлік не нәрсе екенін меніңше сізге түсіндіріп отыр керек емес. Егер Өзбекстан еркін болуды қаламегенде СССР-дің құрамынан шықпаған, ямаса Россия Федерациясының құрамына кіріп кеткен болар еді. Еркінліктің бағасы жоқ, бейбақа нәрсе ол. Конституцияда бар болған үшін Қарақалпақстан Өзбекстан менен бірге еді. Егер Конституцияда бұл принцип, бұл талап, бұл құқ жоқ болады екен, Қарақалпақстан Өзбекстанның құрамында болмайды. Құрметлі Қарақалпақ халқы, айтқан барлық пікір ұсыныстарымды ойлап көресіз деген үміттемін. Іләжі барынша бірлікті жойтпа. Мен бір өзім еш нәрсе істей алмауым мүмкін, бірақ 5 болып, 6 болып, 10 болып, 100 болып, 500 болып, 5000, 1 миллион болып, біз өз құқыларымызды талап ете аламыз. Соны ұмытпа. Жақсы күндерде көрсек. Сіздерменен сөйлескен Лалайгүл Қаллыханова, Маканус сайтының есі, Қарақалпақстан бұқарасы болды. Сау саламат болың.